Бүгін біз Roblox сүретін ең танымал екі қызық ютуберді салыстырамыз. Нони кезет, Алекс. Екеуінің аудиториясында үлкен өз стильдері бар және Roblox контентінің қазақша форматта таратып жүрген басты арналардың қатарында. Сәлем достар, сіздермен бірге Сұлтан Мұса арнасы. Достар, егер Нони кезет пен Алекс кезет ұнатсаңыз, менің арнама жазылып, лайктар басып кетіңіз. Себебі осы екі ютубер туралы тағы да видеолар шығатын болады. Және кімді қолдайсыз, комментке де жазып кетіңіздер. Достар, бірақ біз бірге болуымыз керек. Оларды салыстырудың қажеті жоқ. Бірақ та біз жай ғана ойын ретінде салыстырып көреміз. Онда бастайық. Жазылушылар саны. Алекс кезет арнасында шамамен 3 миллионға жуық жазылушы бар. Және тағы да 2 каналы бар. Бұл оны Roblox бағытында Қазақстандағы ең ірі арналардың біріне айналдырады. Ал Нони кезеттің негізгі арнасында 1 миллион 100 миллионнан аса жазылушы бар. Ал екінші арнасында 60 мыңға жуық. Сан жағына айырмашылық бар, бірақ екі арнаның да аудиториясы белсенді. Контент бағыты. Екеуінен де негізгі ойыны Roblox. Алекс кезет көбіне әртүрлі карталар, оқиғалы модтар, қызықты ситуациялар, тапсырмалар арқылы видеолар түсіреді. Ұзақ және форматталған эпизодтар жиі кездеседі. Нони кезет болса, Robloxпен қатар реакция, челлендж, ойындағы күтпеген оқиғаларға негізделген жеңіл видеоларға көбірек назар аударады. Видео уақытта орташа форматта. Монтаж және стиль. Алекс кезет видеолары көбіне толық сценарийге ұқсайды. Видеолар ұзақ, монтажы бір қалыпты, дыбыстар анық, кадрлар арасында ауысу, эффект, титр сияқты элементтер жиі кездеседі. Нони кезет стилі сәл еркіндеу, әзіл, эмоция, жылдам реакциялар арқылы контент береді. Көбіне Roblox'ың ішінде болып жатқан жағдайға тікелей реакция жасайды. Аудитория және қаралым. Алекс кезет роликтердің негізінен балалар, жасөспірімдер және Roblox ойнайтын аудитория көреді. Көрулер жиі жоғары болады және ұзақ видеоға шыдамдылық танытатын көрермен көп. Ал Нониде Roblox көрушілер көп, бірақ жалпы аудиториясы біршама аралас. Әрі балалар, әрі еркін контент көретін көрермендер. Реакция стилі оған бөлек аудитория таратады. Арнаның бағыты мен болашағы. Алекс кезет Roblox'ың негізгі контент ретінде ұстап, үнемі тұрақты форматпен шығарып келеді. Бұл оның аудиториясын ұстап тұруға көмектеседі. Ал Нони болса Robloxпен шектелмейді. Кейде реакция, өмірден контент, басқа ойындарда қосып отырады. Бұл арнаны тек бір жанрда қалдырмай, креативті деңгейде ұстап тұрады. Топтар мен бірлескен стиль. Қазақ YouTube әлемінде түрлі топтар пайда болған кезеңдер болды. Соның ішінде Q-Style Алекс кезеттің командасы болды. Бір кездер қазақ тіліндегі ойын, өмірлік влог, әзіл қалжың бағытындағы топ ретінде белгілі болды. Ал енді Нони кезетте де өзінің командасы бар. Алтыбақан. Бұл топ көбіне жастарға арналған ойын, сауық, челлендж, әзіл форматындағы видеолармен танылды. Қазірдің өзінде Алтыбақан командасы бар. Осы топтардың пайда болуы көрерменге бірге түсіретін ютуберлер деген мәдениетті қалыптастырды. Бұл құбылыс қазақ аудиториясына командалық стильді үйретті. Екеуі де Roblox ойын негізге алады. Қазақ тілінде контент жасайды. Балалар мен жасөспірім аудиториясын қамтиды. Тұрақты түрде видео шығарады. Өзіндік фан база жинаған. Сондықтан оларды бір-бірімен жарыстыру емес, бір бағытты дамытып жүрген екі тұлға ретінде қараған дұрыс. Нонидің ерекшелігі. Оның контент динамикалық, көңілді, өмірге жақын стилі жасалады. Видео уақыты орташа, көбірек эмоция, реакция, әзіл бар. Robloxпен қатар басқа ойындар, реакциялар мен челлендждерде кездеседі. Аудиториясы әр жас санатына бейімделген. Алекс'дің ерекшелігі. Ұзақ әрі толық сюжетпен жүретін Roblox видеолар түсіреді. Монтаж тереңірек, карта, миссия, ситуация негізіне құрылды. Бір ойынды бірнеше серия етіп жалғастыра береді. Балалар мен ойын фанаттарына арналған тұрақты формат ұстайды. Нонида, Алекс кезетте Roblox арқылы қазақ аудиториясына сапалы ойын контентін жеткізуші авторлар. Біреуі эмоция, екіншісі сюжет арқылы қызықтырады. Екеуінің аудиториясында үлкен және бір-біріне кедергі емес,
әрқайсысы өз бағытын дамытып жатыр. Мақсат қайсысы мықты деп бөлу емес, қазақша ойын контентін қалай өсіп жатқанын көру. Roblox'та қазақша сөйлеткен екі жобаның да орны ерекше. Достар, егер видео ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып кетіңіз. Келесі видеода кездескенше. Ей, тоқта! Бүгін сіздер Жекичанды көрмейсіздер. Бэтмен, Супермен демес. Бүгін сіздер көретін ең эпик шайқас Sultanus Battle. Бүгінгі шайқас NoNiKZ және Досымжан. Екеуі де Майнкрафт ойнамайтын, бірақ Roblox'та өмір сүретін адамдар. Достар, осыларға дауыс беру үшін менің телеграм парақшам өт. Ал экран әр жағында отырған сен тез арнаға жазыл. Саған 3 секунд уақыт берем. 1, 2, 3. Жазылдым ба? Жарайсың бауырым. Жазылушылар соғысы. NoNiKZ'те 1.120.000 әскері жинап қойған. Досымжан болса 1.380.000 жазылушы. Екеуінің фанаттары комментте менің ютуберім күшті деп төбелесіп жатыр. Опай, Досымжанға біреу. Кімнің видеосы көбірек көріледі? Нони Roblox'та 24 сағат түрме өмірі деп видео салады. Миллион қаралым. Ал Досымжан болса, достарым неге ұрыстым деп влог түсіреді. Миллион қаралым. Екеуі де бірін-бірін трендтен итеріп қайта кіріп жатыр. Нонида біреу, Досымжанда біреу. Контент әртүрлілігі. NoNiKZ Roblox Challenge влог күлкілі сәттер. Досымжан болса, Roblox достық, эмоция, не істеп қойдым деген реакциялар. Бірақ Нонидің монтажы майлы шелпек сияқты жылтыр. Досымжан кейде дауысы микрофонға кіріп кетеді. Опай, Нониға екеу, Досымжанға біреу. Энергия мен харизма. Кім көбірек энергия шашады? NoNiKZ сабырлы, бірақ бәрін оймен жинет. Досымжан ойбай, өзің алып жемейсің ба деп айғайлап видеоға жан бітіріп жібереді. Бұл раунд Досымжанға. Нонида екеу, Досымжанда екеу. Кім көрерменмен жақсы сөйлеседі? Нони коммент оқиды, сендерсіз мен ешкім емеспін дейді. Досымжан болса, кейде ұмытып кетеді, бірақ соңында сен жақсы көрем деп салады. Бұл раундта NoNiKZ'ке. Қорытынды, Нонида 3, Досымжанда 2. Сонымен NoNiKZ жеңіске жетті. Бірақ бұл жай мен пікірім емес, негізгі шешім сен қабылдайсың бауырым. Қазір описаниядағы телеграм сілтемесіне кіріп, дауыс бер. Кім күшті? NoNiKZ бе, әлде Досымжан ба? Кім біледі, мүмкін келесі серияда Sultanus өзі ютуберлермен шайқасқа түсіп қалар. Көргендеріне рахмет, лайк бас, арнаға жазыл. Келесі серияда тағы да бір ютубер соғыс болады. Ал келесі видео енді басқа ютуберлердің жарысы. Соңына да қанса көріп кет. Олар NoNiKZ және Досымжан. Екеуі де елге танымал, екеуі де көп көрермен жинаған. Бірақ сұрақ, екеуінің ішінде кім мықты? Бүгін біз соны анықтаймыз. Бізде барлығы 6 бөлім болады. Әр бөлімі тек 1 ұпай беріледі. Сонда кім көп ұпай жинаса, сол жеңімпаз. Достар, егер сізге NoNiKZ Досымжан ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып, коммент қалдыр. Біз онда бастаймыз. ютубтағы ең басты көрсеткіш жазылушылар саны ғой. Қараңыздар, NoNiKZ арнасында қазір 3 миллион жазылушы бар. Ал Досымжанда 417 мың және екінші каналында миллионнан астам. Екеуі де үлкен көрсеткіш, бірақ айырмашылық айқын. NoNiKZ ютубта көптен келе жатқан тәжірибелі блогер. Көп адам оны бала кезден көреді. Сондықтан бұл ұпайды сөзсіз NoNiKZ алады. ютубта белсенді болу өте маңызды. Кім жиі видео салса, сол тез өседі. NoNiKZ арнасында 1400-ден астам видео бар. Ол әрқашан жаңа видео шығарып отырады. Ал Досымжан арасында 105 видео бар. Аздау, бірақ ол әр видеосын сапалы етіп түсіреді. Дегенмен белсенділік жағынан ұпайды тағы да NoNiKZ еленеді. NoNiKZ-та 2 ұпай. Контент және көңіл күй. NoNiKZ ойнап көңілді атмосфера жасайтын блогер. Оның видеолары әрқашан позитивке толы. Көріп отырсаң, көңілің көтеріліп кетеді. Ал Досымжан болса, реакция челленджіне түрлі қызықты видео жасайды. Ол шетелдік видеоларға қазақша реакция жасап, біздің елде жаңа формат алып келді.
Екеуі де ерекше, бірақ жаңалық пен идея жағынан бұл ұпайды Досымжан алады. Досымжанға 1 ұпай. Монтаж және сапа. Ali Kizet монтажын шебері. Видео сапалы, эффект пен дыбыс тамаша. Видеоның ұзақтығы 40 минут болса да, көрермен зерікпей көреді. Досымжан да жақсы монтаж жасайды. Бірақ ол әлі тәжірибе жинап жүрген жас контент-мейкер. Монтаж жағынан бұл ұпай тағы да Ali Kizетке беріледі. Ali Kizet 3 ұпай, Досымжанда 1 ұпай. Танымалдық және әсер. Ali Kizet Қазақстанда ғана емес, Орта Азиядағы ең танымал ойын арналардың бірі. Оның фанаттары көп. Тіпті кішкентай балалар оның стилін қайталап ойнайды. Досымжан болса, кейінгі жылдар тез көтерілді. Ол қазақ ютубының жаңа буыны, көрермендерді белсенді, комменттері өте жылы. Бірақ әсер мен танымалдық тұрғысынан ұпай тағы да Ali Kizетке барады. Идея мен креатив. Ютубта ерекше бол өте маңызды. Ali Kizet ойын арқылы күлкі сыйлайды. Бірақ оның форматы тұрақты, көп өзгермейді. Досымжан болса, әр видеода жаңа ой салады. Мысалы, Мистер Бестке реакция, қызық тәжірибелер, ойын мен комедияны араластырып көрсетеді. Ол ізденеді, жаңа бақыттар іздейді. Сондықтан бұл ұпайды Досымжан иеленеді. Ali Kizетте 4 ұпай, Досымжанда 2 ұпай. Сонымен жеңімпаз Ali Kizet. Ол ең белсенді, ең танымал және ең көп жазылушы жинаған қазақ ютуберлерінің бірі. Бірақ Досымжанда мықты. Ол креативті жаңа идея келіп, ютубта өз жолын салып келе жатыр. Болашақта ол да миллион жазылушыға жетеді деп сенеміз. Енді сенен сұрақ досым, сен кімнің фанатысың? Ali Kizеттің бе, әлде Досымжанның ба? Комментке жазып кет. Видеоны лайк бас, арнаға жазыл. Келесі шығарылымда тағы да ютуб жарыс болады. Тағы кімді жарыстырайық? Көріскенше достар. Красавчик!